мынау кейде біріншектерді көресің да, денесі киіміне сыймай жүреді ғой, жаңағы тренировканы істеп алады да, жұртқа тиісіп, ақша сындырғысы келіп ше. Сондай жігіттер, Алла тағала Құранда айтады ғой, қанша биік болсаң да таудан аса алмайсың, қанша мықты болсаң да жерді тесе алмайсың дейді. Кезінде Ад Самуд деген қауым болған жігіттер. Атауы өте биік, үлкен кісілер болған ғой. Ирамазатил имад, олар биік ғимараттар салатын болған, тауларды ойып үйлер салатын болған, таулармен ойнайтын болған ғой, былайша айтқанда, соны ермек қылатын болған. Алла тағала солардың өзін 7-8 күндік жел, суық желді тұрғызып, сіндіріп, бәрін өлтіріп жіберген да. Өзінің құдай санаған Ферғауынның өзін суға батырып, өлтіріп, денесі Лондондағы музейде тұр да, мысалға. Сол тәкаппарлығы үшін мен сенің денеңді қияметтің күніне шейін сақтаймын деген ғой міне. Бүкіл сенен кейінгі адамдарға үлгі болу үшін сақтап қоямын деген Құранда аят бар да. Қараңыз, адамның денесі бұзылып кетеді ғой, бірақ Ферғауындікі сол күйде сақталып тұр. Оны сақтап тұрған Алла да. Мынау Нұх пайғамбардың ұлдары болған Хам, Сам, Яфас деген. Соның бір ұлынан осы Яжуж, Мәжуж және түркілер тараған. Яжуж, Мәжуж деген өте бұзық қауым болған ғой. Жазық тау халықтар болады екен, жазыққа шығып, адамдарды қырып, малдарын ретіне ағып кетеді деген да. Алла тағала оған одан да мықты Зүлқарнайынды жіберіп, жердің астына тығып тастаған да. Олардың хадисте әрқайсысы 1000 тумайынша, әр ұрғашысы 1000 тумайынша өлмейді деген. Жердің астында сондай дәрежеде көбейіп жатыр да олар ше. Міне сондықтан да Алла тағала бұзақы қауымдарды осылай жердің астына қамап тастайды да. Бұлар қияметтің белгісі ретінде әр биік таулардан қияметтің күнінде осылай түседі. Сондықтан Алла тағала әрдайым бұзақы қауымдарды жер бетінен осылай тазартып тұрады екен ғой. Сондықтан жігіттер, альхамдулилля, мұсылманбыз ғой. Күшті құлшылыққа сарп ету керек. Дұрыс, денсаулық деген жақсы ғой. Спорт керемет нәрсе. Бірақ оған біреуге әлімжеттік жасап, біреудің адал кәсібін тартып алып, дүниесіне иемденіп, хақсыз жолмен, ол үлкен шариғатымызда тыйым салынған істер, жігіттер. Адал кәсіп, шынайы тақуа мұсылмандардан болып нәсіп етсін Алла тағала.